Қайырлы күн, балалар. Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын сәттілік тілеп, бір-бірімізбен жұптасайық, кәнекей жұптасақ ойыңдар. Қолдарыңды түйістіреміз. Мен бүгін саған сәттілік тілейміз деп айтамыз. Мен бүгін саған сәттілік тілейміз. Рахмет. Бір-бірімізге жымияйық. Жақсы балалар болмай болса, отыра ойыңдар. Енді қазір дүниетану сабағынан өткенде біз не өттік, соны есімізге түсіріп алайық. Біздің ендеше бүгінгі сабағымыздың кілт сөзі мектеп екен. Өткен тақырыпқа байланысты қандай мектепке қатысты сөз білесіңдер? Алдарыңдағы тұрған параққа жаза қойыңдар. Парақтарыңды көріңдер ме? Алдарында парақтар тұр. Маркерларды аламыз. Кілт сөзіміз қандай? Мектеп. Тамаша. Мектепке қатысты 10 сөз жазамыз. Мүмкін әбенже. Тақаймыз. Тез. Қане қайтып жазар екен? Өткен сабақта біз қандай сөздер білдік? Жаза беріңдер шетіне. Былай стрелкалар шығарамыз да жаза бер. Қандай сөз білесіңдер? Мектеп. Сөздер ғана жазамыз. Мектепке қатысты. Мұғалім. Тағы. Өткен сабағымызға байланысты сөздер кәнекей. Жақсы. Жақсы. Кәусарларың болған сияқты, я? Қанша сөз қалды? Жеткілікті. Қанекей енді орнымызға отырайық. Өткен тақырып мектеп сөзге байланысты. Кім? Ерғанат, сен оқы. Кім? Каусар. Көркем, оқи қойыңдар. Қайсың оқисыңдар? Ерғанат қайбет. Тыңдаймыз, қалған жоқ тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Хаттырақ. Мектеп, ұстаз, дәрігер, сынып, спортзал. Спортзал. оқушылар, парта, орын. Тамаша, жарайсыңдар. Сезім. Іңкәр оқып жер. Хаттырақ. Жақсы. Нұрмұхамед. Жақсы. Балалар, енді маған мына бір сұраққа жауап беріп көріңдерші. Көркем. Менің енді бір сұрағым бар. Мектепке қатысты сөздерді жазыңдар. Ал енді мектептерді қандай түрлері болады, Адина? Ойлаңдар, қандай мектептер болады? Жоқ, ұзын емес, түрлері. Жақсы. Қандай мектептер бар?
жалпы білім беретін мектеп. Балалар, олай болса, бізде мектептердің мынандай түрлері бар екен. Гимназия, естідік пе? Иә. Лицей, Назарбаев зияткерлік мектептері деген. Ал біз балалар жалпы білім беретін мектепте оқимыз. Ал енді лицей, гимназия, жалпы білім беретін мектеп, бір пәнді тереңдетіп оқытатын мектептер болады екен. Бірақ осылардың барлығын ойланып көрейік. Не біріктіреді? Олардың мақсаты не? Бұл мектептердің мақсаты не? Білім беру. Білім беру. Тамаша, келісеміз бе? Бұл мектептердің барлығы балаларға білім береді екен. Ал енді балалар, менің сендерге тағы да бір сұрағым бар. Ол сұраққа жауап беру үшін мен сендердің алдарына қазір суреттер беремін. Сол суреттерді сендер екі топқа бөлулерің керек балалар. Қандай екі топқа бөле алады екенсіңдер? Суреттерге қарай отырып бөле қойыңдар. Бөліп алмаңдар, ортаға жайып қоямыз. Енді ойланыңдар. Қандай болуы мүмкін? Қалай бөлсек болады? Оны қалай тақтаға ілсек болады? Жоқ, бірінші емес, екі топқа бөлеміз. Мынау қайда отыр балалар? Сыныпта, мектепте. Тақтаға келіп онда іліңдер. Жақсы. Жоқ, сәтсен ойланайын. Мынау мектеп па? Жоқ, бұл мектеп емес. Сенің қолыңдағы мектеп емес. Жақсы. Отыра қалыңдар. Мектеп, дұрыс айтасың Асыл. Мектеп па? Мектеп пе? Иә, көшеге қараңыз соны. Тамаша. Жақсы. Қандай сурет қалды? Бұны қай жерге ілесің? Жоқ, жақсы ойланып, ол мектепте жатамын. Көшедегі, тамаша. Келесі. Бұл да көшеде екен. Қаны ойланып көр Аяла, бұл қандай сурет? Балалар қайда отыр? Сыныпта. Тамаша. Болды, әкеле ғой, кітаптар, енді бір сурет қалды. Бұл бізде балалардың, балалар көшеде жүрген. Енді қарай мінекей, орналастырдық. Балалар қараңдаршы. Мынау арада біз бұларды екі топқа бөлдік. Екі топтан қараса, мына ортаңғыда мектептегі балалар деп бөлдіңдер. Екіншісін балалардың көшедегі жүрген. Қай сурет көбіректе көресіңдер? Мектептегі. Олай болса, сендер түсінген боларсыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар мектеп ережелері деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта біз мектеп ережелері туралы білеміз. Бұл жерде мектеп қауымдастығындағы көркем ұжымдық, топтық және тұлға аралық мінез құлық нормаларын түсінеміз. Яғни сен мектеп ережесін есіңе түсіресің, сыныптастарыңның мінезін өзіңмен салыстыруды үйренесің, жақсы ма? Олай болса, балалар, біз бұл мақсатқа, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін қалай жетеміз деп ойлайсыңдар? Бұл мақсатқа жету үшін біз қалай жұмыс істейміз? Жұптасып, топтасып, барлығымыз бірге отырып жетеміз. Яғни сендер байқағандай бүгін біз топта жұмыс істейміз. Олай болса, топ ережесін есімізге түсіріп алайық нәтиже. Яғни топта сен сыныптасыңның сөзін аяғына дейін тыңда, бөлме, топ ішінде бір-бірімен сыпайы сөйлесуің керек. Егер қандай да бір қиындықтар туындаса, бір-бірлерге көмектесулерің керек. Берілген тапсырмаға байланысты өз жетістіктеріне ғана емес, соның ішінде басқа балада сенің жұмысына көмектесетіндей жағдай жасауың керек екен. Жұмысты ұйымшылдықпен белсенді орындауымыз
керек екен балалар. Ендеше бүгін біздің сабақта қолданатын сөздеріміз ол біздің тәртіп және жауапкершілік деген сөздер екен. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабағымызда осы сөздерді қолдана отырып өте жақсы жұмыс істейміз деген ойдамын. Енді жаңа біз мына суреттерді екі топқа бөлдік. Мынау мысалға көшедегі ереже, көшедегі ережені, мысалы жолдағы ережені не реттеп тұрады осы? Жолдың ережесін не бақылап тұрады? Я? Светофор. Қазақша ол бағдаршам. Ендеше біз топ атауларын біліп алайық. Қай топтың атауы бағдаршамның қай түсіне сәйкес келетінін білейік. Кел, Нұрмұхамед, кел де бір түсті таңдай қой өзің. Біреудің ортасына қосасың. Жақсы. Мектеп ережесі сақталмаса не болуы мүмкін? Міне десем, мына ережені ойланып отыр. Сезім келе ғой. Енді біреуін таңдай. Мектеп ережелері не үшін қажет? Ақылдасып ойланып отырыңдар. Келеді, асыл келе ғой. Енді сендерге қызыл, бағдаршамның қызыл түсі қалыпты, иә? Жақсы. Мектеп ережелері деген не деген сұраққа жауап ойласыңдар. Дайынсыңдар ма? Мінекей. Ортаға қойып ойланайық. Дұрыс айтасың, Наргенже. Не істеу керек? Менің ойымша, Наргенжедің жауабы дайын сияқты. Келе ғой, Наргенже. Сұрағын оқи қой. Мектеп ережелері не үшін қажет деген сұраққа Наргенже дайын. Білім алу үшін, тәртіп жасау үшін. Тәртіпті болу үшін керек екен. Қосып қояйық, тамаша жауап. Қай топ дайын? Кәусар, дайынсыңдар ма? Келе ғой. Нұрмұхамед, келе бер онда. Мектеп ережесі сақталмаса не болуы мүмкін? Балалар бір-бірлеріне төбелесіп кетеді ме? Сақталмаса, ал балалардың арасында реніш туындайды. Жақсы. Так, келе ғой. Кәусар, кел айта бер. Ереже деген не? Қалай түсінесің? Келе ғой, қорықпаймыз. Барлығымыз бірге бұған сұраққа жауап іздеп жатырмыз ғой. Мұғалімді тыңдау керек және төбелеспеу керек. Ал ендеше тыңдаңдар. Мектеп ережелері бұл барлық оқушылар мен мұғалімдерге орта тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қағидалар, ережелер екен. Бұл яғни біздің оқушылардың және мұғалімдердің тәртібін, қауіпсіздігін қажет ететін ережелер жиыны екен. Жақсы, Кәусар, отыра ғой. Ал ондай болса, мектеп ережелері мектепте тәртіп сақтау үшін қажет екен. Наргенже дұрыс жауап берді, жарайсыңдар. Келесіде тәртіп сақталмауы мүмкін деді Нұрмұхамед. Яғни балалар бір-бірімен не істеуі мүмкін? Ренжісіп қалуы мүмкін еді. Ал енді сендердің оқулықтарында суреттерді мен ол тақтаға шығарып қойдым. Кітабымыздың 36-шы бетінде қараңдаршы, мына суреттермен қарай қойыңдар. Оқушылар қандай негізгі ережелерді сақтауы керек? Партаға байланысты. Кім айтады? Тағдарын? Иә, Кәусар? Түзу отыру керек екен. Мына топтан кім айтады? Айала. Тік отыру керек. Оқушы тік отыру керек. Келесі суретке назар аударайық.
Тесаева, иә. Жәдігер, ол қалай отыру керек? Тік отыру керек. Қалай ойлайсың, Мұхаммед, оқушы партада дұрыс отырмаса, ол қандай жағдайға душар болуы мүмкін? Қисық болуы мүмкін, иә. Құлап қалуы мүмкін дейді Ерғанат. Белі бүкір болып қалуы мүмкін дейді. Тағы. Оның тыныс алуы қалай болады? Яна менше толықтырып жер. Тыныс алуы қиын болуы мүмкін. Біз бұл туралы негізі айтқан болармыз. Сонымен біз түсінуіміз керек, егер асыл бала партада түзу отырмаса, оның денсаулығына зиян келеді екен. Олай болса, балалар, бізде өз денсаулығымызды күтейік, кәне орнымыздан тұрып, бір кішкене сергіп алайық, содан кейін партада түзу отырып, әрі қарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Сендерде бірінші жағдаят екен, мінекей ала қойыңдар. Бұл жағдаят кітаптарында да бар. Келесіне келеді. Наргенже, қай жағдаят түседі екен? Сендерді сары болды. Сарымен амаласатын. Мінекей екінші жағдаят түсті сендерде. Енді келесіне келеді. Бізде Дариға келе ғой. Үшінші жағдаят сендерге балалар жақсы. Енді оқи қойыңдар. Басқа топтар оқып үлгерсін. Ақылдасыңдар, қандай жауап болады екен? Біз топпыз ғой. Барлығымыздың жауабымыз бір жерден шығар.
классқа барғанда, сабақ аяқталғанда үнемі алда жүргенді ұнатады. Кезекте тұрған балаларды итеріп алдыға шығады. Ол өзінің орны сол жерде екенін айғайлар айтады. Онымен ешкім дауласқысы келмейді. Себебі ол күшті, қол жұмсақ кез келгенді ұрып жібереді. Асқарға не жайлы ескертуге болады? Міне бізде қызыл тобының жағдаяты осы дейді. Балалар ақылдастық дейді. Ал кім жауап береді? Кәусар өзің жақсы. Ал басқамыз тыңдайық. Асқарға не жайында айтар еді? Балаларды ұруға болмайды. Олармен бірге болу керек. Олармен бірге болу керек. Толықтыратындар бар ма? Қызылдар тобынан? Жоқ, біз бұл топ емес. Өздері толықтыратын бала бар ма? Жауаптарын бірдей ма? Яғни бұл жерде Асқар үнемі балаларды итереді. Асханада да бірінші болғысы келеді. Ол кейде оларға қол жұмсап ренжітеді дейді. Бұндай жағдайда ескереді. Асқарға әрине тәртіп сақтау керектігін сендер ескертемізден деп. Тамаша, жақсы. Енді келесі жағдаятты тыңдайық. Балалар асханада таңғы ас ішіп отыр. Олжас нанды алып дөңгелете бастады. Оны байқатпай самалға лақтырды. Оның дөңгелектеген наны самалдың көзіне тиді. Ол айқайлап жылап жіберді. Олжастың асханадағы іс-қимылын не деп айтуға болады? Олжас байқамай ма? Байқатпай самалдың көзіне тиіп кетті деп ол жылап қалып, Олжас дұрыс жасамады. Сезім толықтырып жүресің ба? Не айтасың? Ал кәмке айтқысы келіп жүрген сезімде. Олжас самалға нанды лақтырып жіберді. Оның көзіне байқатпай тиіп кетті. Сосын оның көзі қатты ауырып қалды. Бұл жағдайда не айтасың Олжасқа? Дұрыс па Олжас? Оның іс-әрекеті дұрыс емес. Тамақпен ойнауға болмайды. Тамаша, тамақпен ойнауға болмайды екен. Және де ол өзінің сыныптас досын олай ренжітуге болмайды екен. Олай болса келесі жағдаятты маған талдап береді Аяла. Екінші сыныптың оқушылары түгел асханаға келді. Олар ас алдында қолдарын жууға тұрды. Бір оқушы қолын жумай асханаға өтті. Мұғалім, Әли, сен неге қолыңды жумадың? Деді. Мен қолымды тамаққа отырарда жумаймын, деді Әли. Неге? Деп сұрады мұғалім. Не үшін жуамын? Ол бәрібір кіргенді қойып деп жауап қатты Әли. Әли дұрыс жасады ма? Оған қандай ақыл кеңес берер едің? Ал. Дұрыс жасады ма? Әли дұрыс жасады. Осы дұрыс па Дариға? Жоқ, дұрыс емес. Ас ішер алдында қолды жуу керек. Ол не деп жауап берді Нұрмұхамед? Бәрібір кір болады ғой деп жауап берді. Бұнысы дұрыс емес. Тамақтың алдында да, тамақтан кейін де асыл бала не істеу керек? Қолын жууы керек. Ол денсаулығы жақсы болу үшін. Сонда тазалық біздің денсаулығымыздың кепілі екен. Жақсы, отыра қойыңдар. Нұрмұхамед толықтырар бар ма? Жоқ, жақсы. Топ барлығын айтты дейсің, иә? Жарайды. Олай болса, балалар, біз қазір сендермен бір ойын ойнайық. Нендей деген
жеңдіріп қойыңдар, иә. Жақсы. Енді мен сендерге мынандай ойын айтамын. Ойыны былай болады. Егер мен дұрыс нұсқа айтсам, мен деп айтасыңдар да, оң қолдарыңды көтересіңдер. Былай отырасыңдар ғой қазір. Егер мен дұрыс нәрсе айтсам, дұрыс қылық айтсам, Мұхаммед, не істейсіңдер? Мен деп қол көтересіңдер. Ал егер мен бұрыс қылық айтсам, онда жай ғана басымызды шайқаймыз, иә? Олай мен жасамаймын. Мысалға мен өзім туралы айтып жатырмын деп. Мен қолымызды түзу салайық, мен мектепке жинақы дұрыс киініп келемін. Мен. Аха, жақсы. Адина, иә. Мен барлық мектеп жабдықтарын ұқыпты ұстаймын. Сендер мен деп жауап бересіңдер. Мен мектепке уақытында келемін. Мен мектепке келгенде балаларды итеріп барлығын басып озуға асығамын. Дариға, сұрақты дұрыс тыңдайық, қателесіп кеттік. Мен сыныпқа кіргенде әрдайым сәлемдесем. Мен. Тамаша. Мен мектепте ешқашан ересек адамдармен амандаспаймын. Мен әрқашан ересектермен, мұғалімдермен амандасамын. Жақсы. Мен әрқашан көрсетілген көмекке алғысымды білдіремін. Тамаша. Мен әрқашан досымнан ойыншығын тартып аламын. Мен әрқашан сөйлеп тұрған адамдардың сөзін бөлемін. Мен әрқашан үстелімді жинақы ұстаймын. Жақсы. Мен әрқашан шағымданамын. Жоқ, шағымданбайды деп. Мен дәлізде, үзілісте үнемі жүгіремін. Жоқ. Мектепте өзін-өзі дұрыс ұстаудың ережелерін балалар сендер біледі екенсіңдер. Сонымен біз жаңа жағдаят балаларды менде деген ойын ойнау арқылы өзіміздің мектеп ережесін бірінші сыныптан бері білетінімізді еске түсіріп алдық. Жақсы. Олай болса, менің енді сендерге сөз ізде деген тапсырмам бар екен. Бұл тапсырманы әрқайсысы өз топтарының атауын білесіңдер ғой? Қызыл, сары, жасыл. Жасылдардың тапсырмасын ашсын бізге Нұрмұхамед. Қазір мен бірге жасайын. Жақсы. Жасылдардың тапсырмасы мінекей ала қой. Жұптасып жұмыс істейсіңдер. Сарылардың тапсырмасы мүмкін ашылып қалар. Келесі бұл қызыл түстілердікі. Ал енді сары түсті балалардың тапсырмасы. Сары түстегі топтар. Балалар мінекей жұптасасыңдар. Жұптасу дегенді түсінесіңдер ғой, иә? Сөз ізде біздің тапсырмамыз. Ал қызылдарды жұптасып жұмыс жасаймыз балалар мінекей. Сөз іздей қойып, дұрыс сөзді орнына қояйық. Жұптассаңыз, ал. Қаламмен жасай беріңдер, қаламдарын дайын қой. Екеуін бірге жұмыс істейміз. Мына жерде қай сөз түсіп қалды екен, соны қолға келіңдер. Тақаңдар бір-біріне. Тақаймыз, иә. Көздерін қаламдар ғой ма? Астында қосымша көмекші сөздер тұр. Иә, астында қосымша сөздер сендер мұқият оқыңдар балалар. Мұқият оқыңдар. Астында
Тамаша. Енді мына қалай сигнал қойылған. Не болды екеуіңе көмек керек пе? Сабақта ыңғайлы, байсалды және қандай болу керек еді? Қандай болу керек еді? Зейнеткерлікті жаза қойыңдар. Міне қосымша сөздер астында тұр. Зейнет дайын, иә? Айсұлтан, қай сөз? Қай сөз? Математикада санайды, қоңырауда жақсы болдыңдар, иә? Қайнататын болған жұптар, былай біз түзіп отырады, сонда мен көретінмін. Қалай тыңдау керек екен? Ал дұрыс отыруды, партада дұрыс отыруды ұмытпаңдар. Жақсы, енді бізде кім келеді? Көркем келе ғой. Карточканы алып кел. Қандай сөз қойғандарын білейік. Балалардың, көркемге бере ғой, көркемге. Қазір. Бірінші, енді барлығы тынышталып бері қарасын керек. Сезім болдыңдар ма? Жақсы, ортаға қоя қойыңдар. Қане, басылып отырамыз. Нені қоя алмай жатырмыз? Иә, дұрыс. Тақтыңдар. Так, бері қарай қал. Бізден көркем маған қазір жоқ сөз айтады, иә? Сабақ тыңдаймыз. Біз ережелерді біледі мекенді. Сабақта ынталы, байсалды және қандай бол дейді? Зейінді, тамаша. Зейінді боламыз, е? Зейінді бол. Келесі қандай сөз? Айта бер, істеуге болмайды. Жазғанда үлгеруге тырыс. Айтылған сөзді бөлмейсіңдер. Тамаша, бөлмей. Келесі, жауап бердің келсе, қолыңды көтер. Балдар, қараңдаршы. Енді рахмет көркем отыра қойып. Тыңдап алайық, бүгін біліп алайық. Сабақта ынталы жоқ, болған жоқпыз, орнат тапсырманы бәріміз қарап назар аударайықшы. Кәне, оқушылар қалай отырады, балалар? Сабақта ынталы, байсалды және зейінді бол. Жазу жазғанда үлгеруге тырыс, айтылған сөзді бөлмей тыңда. Бұнда ереже, балалар. Жауап берген келсе, қолыңды көтер. Жақсы, қызыл тобы бұл тапсырманы орындай алды. Келесі бізде келе қойдар. Сарылар тобынан, іңкәрменен келе қойдар. Келетеуге кел онда. Маған айтып тұрасыңдар, мен оқиын. Тыңдаймыз. Математикада санайды, қоңырауда демалады. Тамаша, балалар. Міне, демалады. Егер кім жазбай қалған болса, топтарында жауап жазып алсын. Сабақта оқыпты бол, тыныш отыр. Ал балалар, сендер тыныштық сақтауды ұмытпаңдар. Келесі, егер досың жауап берсе, жауабын сен дұрыс айтасыңдар. Бірімізді біріміз бағалап отыруымыз керек. Рахмет, балалар. Бұл тапсырманы сары тобы жақсы орындай алды. Енді жәдігер сарылар тобының тапсырмасы түсінікті болды ма сендерге? Жақсы. Қоңырауда демаларымыз, сабақта тыныш
тыныш отырамыз, досымызды бағалаймыз. Келесі келсін, жақсы Нұрмұхамед, ал айта ғой. Досына көмектесу кесе жанына келіп түсінді. Қандай сөз қояйын? Жанына, дұрыс айтасыңдар. Жанына келіп түсінді. Соғылғаны, сабақтың аяқталғаны, Жоқ, осы бір тапсырманы. Қоңыраудың соғылғаны деп басталады екен. Сөйлем қалай басталушы еді? Бас әріптен. Қоңыраудың соғылғаны, сабақтың аяқталғаны. Оқиды, толық оқып жет. Сабақтың аяқталған қоңырау соғылса, сабаққа дайындалып, Мұғалімді дұрыс айтады, мінекей. Тамаша, бұл тапсырманы сендер орындай алдыңдар балалар. Сонымен сөз ізде ережесін де біз тапсырмасын да орындай алдық. Енді балалар, менің сендерге қазір бір сұрақтарым болады. Әр топқа мінекей тест сұрақтарының жауабы болады, жетондар беріледі. Және ананы жауып қойыңдар, алдарына сәл жинақтаңдар, иә? Так, сен қараңдар, алдарына мен ереже қойдым. Балалар, кәнекей, жетон алдымызда жатады, Мұхамед. Отырамыз, басылып отырамыз, ешкім алмайды. Мен айтарымды тыңдаймыз. Жәдігер, ортаға қойып қоямыз барлық тапсырманы. Осы арада оқимыз. Жақсы. Қараңдар, бері қараймыз. Қазір біз бүгінгі сабақта не білдік? Соны мектеп ережесі етіп, мынау араға құрастырып ілуіміз керек болды. Мен алдымен кітапта берілген сұрақтарды сендерге оқимын, сендер тыңдайсыңдар, Наркенже, сосын дұрыс жауабы болатын ережені әкеліп тақтаға ілетін боламыз. Бірінші алдарында А, Ә, Б деген жетондарға қараңдар, солар бойынша. Оқушы, бірінші сұрақ, мектепке келген кезде ең бірінші не істеуі керек? Бірден сыныпқа кіреді, сырт киімін шешіп, аяқ киімін ауыстырады, бірден асханаға барады. Сырт киімін шешіп, аяқ киімін Ауыстырады. Тамаша, қай топтың алдында жатыр бұл ереже? А жауабы. Тамаша, әкел біле ғой.
Мені мұқият тыңдаймыз. Сонымен бүгінгі мектеп ережелері сабағы бойынша біз бірінші сыныптан бері білетін ережелерді есімізге түсірдік. Сыныптастарының оғаштылықтары қоғамда ыңғайсыздық тудыратынын түсіндік, иә достар? Сөйте отырып, өзіміздің де мектеп ережелерін құрып алды. Ал енді егер бүгінгі сабақта бәрі түсінікті болса, жасылды, сұрақтарың болса, сарыны, қызыл, түсінбеген сұрақтарың болса, бәрін деген тақырыпқа келіп, мысалы, Нұрмұхамед бастанда, я келемін, тез. Мен қарап тұрайын, кімге қандай сұрақ бар екенін білейін. Болғандарды отыра береміз. Бәрін егерден тұтып, сәт қосып берейік. Байқамай басып жүрек, иә, жәдігер? Жәдігер басып жүрек, мен көріп тұрмын. Жәдігер, түсінбеген сұрағың бар ма? Байқамай қалдың бәлде? Иә, жәдігер. Сұрағың бар ма жалпы? Бәрі түсінікті ма? Не түсінбей қалдың? Қайсың басып жүрген? Жақсы балалар. Енді балалар, біз бұл сабақтан біраз нәрсені түсінгендерді мен байқадым. Енді үйге тапсырма, осы кітаптардың 36-37 бетіндегі тапсырманы оқып, үйде мына сұрақтарға жауап бере отырып, мектеп ережесін бүгінгі сабақ бойынша құрастырып келесіңдер келесі сабақта. Бүгін сабақта не білдік? Сол бойынша мен қазір аламын бағалау парақтарын балаларға сабақтың басында беріп қойған боласың. Сол парақтарын алайын. Жақсы. Сезім. Каусар. Я балалар. Сонымен мен бүгін түсінгенім, бізде балалар сабақ ол керек жоқ. Сабақ мақсатына барлығы жете алды. Өте белсенді болған балалар өздеріне көріп отырсыңдар. Сонымен бізде Нұрмұхамед, Аяла, Дариғалар өте белсенді болды. Сезім, Наркенже, Іңкар жақсы жұмыс істеді топта. Каусар, Көркем, Ерғанат, барлығын жақсы істедіңдер. Ерікпенен Айсұлтан бірлесіп өте жақсы жұмыс істеді. Қайнарменен Айсұлтан жақсы жұмыс істеді. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі сабақ сендер жақсы түсіндіңдер деп. Енді осы мектеп ережелерін естеріңде сақтай отырып, үзіліске шығып келсеңдер болады. Дүниетану сабағы аяқталды. Келесі сабақтарында дайындалып